Бұқаралық жиында тұрушы Яназарова Нәубахар боламын. Анам шебер, өнермен. Мен сондан үйренгенлерімді бүгінгі күнде қолданып кетірмін. Шаманай районына келін болып түстім. Құрметті президентіміздің әйел қыздарға беріп отырған жеңілдіктерінен толық пайдаланған халда бүгінгі күнде 45 миллион кредит алып, қыздарды жұмыспен тәмелеп, өнерменшілікпен шұғылданып жатырмын. Нәубахар апаға 2021-ден бері шәкірт түстім. Бір жылдай үйрендім. Қазір мастерлікке шықтым. Көп затларды, тігістің сырларын үйрендім. Алдын үй бекесі едім. Қазір Нәубахар апаның қасында көйлек тігемін. Дарамат кіріп жатыр. Осы өнерім арқылы. Келешекте мақсатларым Нәубахар апа ұқсап цех ашу ниетім бар. Қасыма үйінде жұмыссыз отырған қыздарды бәнтілеу, президентіміздің жаратып жатқан имканиятларынан пайдаланған қалды. Машиналар алып, цех ашып, үлкейтіп, оны жүргізу ниетім бар. Қазіргі күнде 10 қызды жұмыспен өнерімді үйретіп, соның 3-еуін мастерлікке шығарып, олар да бүгінгі күнде табыс тауып, қожалығына өзінің үлестерін қосып жатырды. Келешекте ол қыздарыма цех ашып, өнермендікке ағза болып, президентіміздің беріп отырған имканиятларынан пайдаланған халда кредитлер алып, цех ашу ниетлері бар. Құда қаласа, оларға да қолымнан келгенше жәрдем беремін. Өзім қатарлы осындай әйел қыздарға айтарым, құрметті президентіміздің әйел қыздарға беріп қойған имканиятлары шексіз, солардан пайдалануын ұсыныс етемін.